Достар, баршаңызға сәлем. Хамид Official YouTube арнасы қайта назарларыңызда. Бүгін көпшіліктің сұранысы бойынша өзбекстандық Дадо тобының шығу тарихы мен шығармашылық жолы, қиын кезеңдері туралы баяндайтын боламыз. Достар, сонау 2000 жылдары тек Өзбекстанды емес, бүткіл тмд елдеріне танымал болған топ белгісіз себептермен бірден жоқ болып кетті. Тіпті оларды абақтыға жабылды десе, енді бірде шетелге қашып кетті деген қауесеттер де тарады. Бүгін біздің YouTube арнамызда Дадо тобының шығармашылық жолының ең қиын тұстары мен жарқын сәттерін баяндап өтетін боламыз. Арнамызға жазылып қойыңыз, ал біз бастаймыз. Дадо 2000 жылы Өзбекстанда құрылған музыкалық топ. Топтың құрамында аға әншілер Алишер және Рустам Мадумаровтар болды. Негізінде Мадумаровтар отбасының ұлты тәжік болса да, өзбекстандық болып кеткен. Үйдің үлкені Алишер 1975 жылы 5 тамызда өмірге келген, ал інісі Рустам 1976 жылы 26 наурызда туылған. Олар үш ағайында, ең кенжесі Шерзод, ол топқа кейіннен қосылған. Аға әншілер бауырлар бала кезде музыкамен әуестенеді. Мектеп сахнасында, лагерде ән айтып, музыкалық аспаптардан ойнайтын болған. 1987 жылы олардың әкесі өмірден озады. Сол сәттен бастап ағайынды жігіттер өздері табыс тауып, өмір сүруге бейімделеді. Үйдің тұңғышы Алишер ағылшын тілін оқып, аудармашы, кейіннен мұғалім болады. Алайда өнерге деген сүйіспеншілігі оларда қайтадан музыкаға алып келеді. 1993 жылы 4 жігіттен құралған Анур деген топқа інісі Рустам екеуі солист болады. Топтағы көп әндерді Алишер шығарғаны да жасырын емес. Анур тобының сол уақыттағы әндері хитке айналып, бірнеше кассеталары сатылымға шыққан болатын. 2000 жылы ағалы әншілер жігіттер өздері дуэт болып топтың атын Дадо деп қояды. Дадо деген сөз тәжік тілінде әке деген мағына береді. Осылай ағайынды жігіттер әкелеріне арнап топтың атауын қойған екен. 21 ғасырдың басында музыкант жігіттер топтың стилі ерекше болуын және поп, спирит, данс, фольк стильдерінде жаңа әндер шарыққа шығара бастады. 2000 жылдары топтың алғашқы альбомдары жарық көреді. Ән жинақтың ішіндегі Лета, Чатпат, Дадо Надо, Беном, Лейла деген әндер бірден хитке айналып, талай тыңдарманды билете кетті. Әсіресе Дадо Надо мен Лета әні барлық ойын-сауық орталықтары мен кафелерде, демалыс орындарда, түнгі клубтарда қайта-қайта қосылып, бидің көркін қыздыратын еді. Алишер мен Рустам әндердің мәтінін өзбек, тәжік, орыс, ағылшын, түрік, испан, француз және итальян тілдерінде жаза беретін. Тіпті бір әнде 4-5 тілді қолданған кездері де болған. Осылайша өзбек шоу-бизнесіне енді ғана кіріп келген Дадо тобы бірден тмд елдеріне танымал болып, көптеген концерттерге шақырыла бастайды. Ал олардың алғашқы альбомдары кассетаға шығып, мыңдаған тиражда жылдам сатылып кетеді. Дадо тобы сол кездегі өзбек эстрадасындағы ең танымал әрі ең стильді топ ретінде бірнеше марапаттарды да иеленеді. Аға әншілер талантты жігіттер халықтың ыстық ықыласына бөленген Лета, Беном, Юрагим әндеріне бейнебаян да түсіреді. Аталмыш клиптерді қазіргі уақытқа дейін бүкіл тмд елдеріне тамашалаған екен. Тіпті Ресейдегі MTV арнасынан көрсетіліп отырған. Сол кездерде MTV-ге шығу көптеген әншілердің арманы болғаны да жасырын емес. Небәрі бір жыл ішінде, яғни 2001 жылы Дадо тобын Ресейдегі Miss Москва 2001 жобасына арнайы қонақ ретінде шақырады. Одан бөлек Қазақстанда өткен Азия дауысына да келіп ән шырқаған. Бұл олар үшін үлкен жетістік еді. Дадо 2000 және 2004 жылдарға дейін шығармашылық жұмыстарын тоқтаусыз жасады. Олар студиядан шықпай жаңа әндер жазуға кірісетін. Стильдері басқа да топтардан ерекше болғандықтан тыңдармандар да жаңа туындылар күтіп отыратын. Той, концерт, гастрольдік сапарлардың арқасында бірнеше мемлекеттердің үлкен сахналарында өнер көрсетіп қайтады. Көп ұзамай, жігіттер Өзбекстаннан Пантера студия деген шығармашылық орталық ашады. Жоба бойынша олар шетелдік әншілерді Өзбекстанға алып келіп, концерттерге шығарып табыс табатын. 2004 жылы Дадо тобының Лета деген екінші ән жинағы жарыққа шығады. Альбомда ескі хиттерден бөлек жаңа әуендері жарық көріп, көптің назарын аудара білді. Топтың хит әндері жазылған кассеталар мен дисктер дүкен сөрелерінде жылдам сатылып, әр уақытта сұранысқа ие болатын. Алайда 2008 жылдан бастап Дадо тобы отбасылық жағдайларына байланысты шоу-бизнестен үзіліс алып, жеке өмірлеріне көңіл бөледі. Шаңырақ көтеріп, перзент сүйіп, бизнеске де назар аударады.
Топтағы Алишер Мадумаров футболды өте қатты сүйетін. Әлемге әйгілі Арсенал тобының жанкүйері еді. Ол Арсенал клубының Өзбекстандағы ресми өкілі атанып, сол бойынша жұмыстар да жасайды. Арсенал десе ішкен асын жерге қоятын Алишер Ташкент қаласынан Лондон N5 деген кафе ашады. Яғни жанкүйерлер үшін тікелей эфирден футбол көріп, дем алып тамақтанатын орын. Ал Рустам сол уақыттағы Өзбекстан Республикасының президенті Ислом Каримовтың қызы Гүлнара Каримовамен заңды неке құрып, жұбайының бизнестерімен айналысып жүреді. Осылайша аталмыш топ өнерден алыстап кетеді. Араға 4 жыл салып Дадо тобы сахнаға қайтып жатқаннан хабарлап, Космонавты деген әуенді бейнебаянымен жарыққа шығарады. Бұл жолы топтың құрамы тағы бір бауырмен толығады. Яғни Алишер мен Рустам өздерінен кіші інілері Шерзодты топқа алып, үшеуі бірге ән айта бастайды. Космонавттар музыкасының бейнебаянында үшеуі бірге шығып, сағынған жанкүйерлерін бір қуантады. Сол жылы Өзбекстандағы MTV 2012 марапаттау кезінде Алишер Мадумаров қазылар алқасында болады. Кеш жүргізушілері одан ән сұрағанда ол бірден бас тартты. Алайда сахнаға шығып, құттықтау сөзін сөйледі. Ең қызығы, ол өз сөзінде дамып жатқан өзбек киноларын мақтады. Алайда өзбек шоу-бизнесіндегі әнші топтарға өкінішті. Дауыстарың жоқ болса да сахнада жүрсіңдер, ең болмаса соны білдірмеуге болады ғой, деп қатты айтып тастайды. Сол жылы Дадо тобының Космонавты деген кезекті альбомы музыкалық платформаларда жарыққа шығады. Ән жинақта ескі хиттерге ремикстерден бөлек 10 шақты жаңа әндер де бар. Десе де Дадо тобы тағы да шоу-бизнестен алыстап кетеді. Бұл жолға себептер көп болды. Соның ең негізгісі 2014 жылы 17 ақпанда топтың мүшесі Рустам Мадумаров алаяқтық жолмен табыс табу, салықтан жалтару және ақша жымқыру секілді бірнеше баптар бойынша Өзбекстан бас прокуратурасының талабымен қамауға алынады. Бұл уақытта Ислам Каримов өзінің қызы Гүлнара Каримованы үй қамауына алып, кейбір заңсыз істерін тергеуге берген еді. Артынша күйеу баласы Рустамның бұл істерге қатысы бар екені анықталады. Ал енді осы іске нақты тоқталып өтсек. Гүлнара мен Рустам 2002 жылдан бастап қарым-қатынас құрған. Тек ғашықтар ғана емес, Рустам жұбайының елдегі және шет елдегі бизнестерін басқарып, лезде миллионерге айналады. Азаттық ақпараттық порталының мәліметінше, 2008 жылы олар заңды неке құрып, ортақ келісім шарт жасасқан. Бұл құжатта Рустам Гүлнараның ұлы мен қызына әкелік қамқорлық жасайтынын және де ажырасқан жағдайда әр айда $1,200,000 аударып отыратынына келісім берген. Ең қызығы, осы құжаттан кейін бір айдан соң олар ресми түрде ажырасқан. Прокуратураның мәлімдеуінше, Рустам осы уақытқа дейін Гүлнара Каримоваға $322 миллион қаражат аударған. Не деген ақша десеңші. Бұл қаражаттардың барлығы Гүлнара Каримованың ықпалымен күйеуі Рустамның бизнестерінен жинақталған еді. Рустам өзінен 4 жас үлкен әйелінің қолдауымен Өзбекстанда көптеген бизнестер ашып үлгерген. Яғни Nirvana, Terra Group, Prime Media секілді компаниялар ашып, өзі басшылық еткен. Одан бөлек шет елдегі пентхаустар мен коттедждер, бизнес компаниялардың барлығы Рустамның атында болған. Бас прокуратура Рустам Мадумаровтың Өзбекстаннан бөлек 12 мемлекетте заңсыз активтері мен бизнестері және $1 миллиард көп қаражаты барын анықтайды. Ойлаңыздаршы, $1 миллиард. Осылайша 3 айдан соң Рустам Мадумаров ұзақ уақытқа түрмеге қамалады. 2016 жылы Ислам Каримовтың қазасынан кейін Өзбекстан Республикасының жаңа президенті болып Шавкат Миромонич Мирзаев сайланады. Сол сәттен бастап Гүлнара Каримованың шет елдегі бизнестері, жымқырған қаражаттары, заңсыз істері қайта тексеріліп, мемлекетке қайтару жұмыстары жасалынады. Оның Швейцария, Ресей, Италия мен Испанияның банктерінде сақтаған барлық қаражаттары мұздатылады, яғни жараталмайды. Деректерге сүйенсек, жалпы Гүлнараның Швейцария банкіндегі қаражатының өзі $1 миллиард асып кетеді екен. Бұл тек бір мемлекеттегі ақшасы ғана. Қазіргі таңда $300 миллион көлеміндегі қаражат Өзбекстанға қайтарылған. Осылайша Гүлнара Каримованың үй қамаудан қатаңдатылған абақтыға тоғытылады. Ал Рустамның атындағы көптеген бизнестер сатуға қойылады. 2023 жылы Рустам қамаудан босатылып, үйіне оралады. Өкінішісі, бірнеше айдан кейін Қытайдың Гонконг қаласында қайтадан ұсталынғаны белгілі болады.
Ең қызығы, ол өз қалауымен Қытайға бармаған. Яғни оның Қытайдағы шотында миллиондаған ақшасы болған үшін үкімет адамдары күштеп алып барған. Аспан асты елінде оған ақшаны заңсыз пайдаланды деген айыптаулар тағылған. Қытайдың заңын білесіздер, өте қатал. Соған байланысты Рустам Модумаров сол елдің түрмесіне қамалады. Әзірге қашан босап шығатыны белгісіз. Ал 2025 жылы олар шығармашылыққа қайта бет бұрып, жаңа әндер жазуға кіріседі. Яғни жыл соңында көпшілік асыға күтетін Қызық премия жобасына арнайы шақыртумен Қазақстанға келеді. Оларды сағынған қалың көрермен Дадо Надо әнін тыңдай салып, ысқырып, қошеметтеп, билеп кетеді. Расымен де, сағынғандарын тоқтаусыз қошеметтерден көруге болады. Қызық премияның арнайы статуэткасын алған сәтте жігіттер бір шама толқып, сағыныштарын басады. Дадо тобының қазіргі құрамында Алишер мен Шерзод Мадумаров бар. Олар осы кеште жаңа әндер жазып жатқанын айтып өтсе, әлеуметтік желі арқылы алдағы уақытта жаңа альбомдар мен бірнеше бейнебаяндар шығатындарын хабарлады. Әрине, тыңдармандар үшін ең керемет жаңалық осы болып тұр. Дадо тобы 2000 жылдары өз бағытымен, жаңа стилімен бүткіл тмд-ны өзіне қарата білген керемет жоба. Арада 26 жыл өтсе де, топтың орындауындағы Дадо Надо, Лето әндері әлі күнге дейін ұмытылмай, талай адамды билетіп жіберетіні бар. Әсіресе бала кезімізде мектептің актив залындағы дискотекаларда тоқтамай билейтін едік. Қызық еді ғой шіркін. Осы орайда балғын балалық шақ үшін Дадо тобына алғыс білдіреміз. Өнерлі жігіттерге шығармашылық шабыт, биік белестер тілейміз. Алдағы уақытта жаңа хит әндерді асыға күтеміз. Айтпақша, Алишер Мадумаров өзінің Instagram парақшасында інісі Рустамды Ташкентте екенін жазы кетті. Демек ол қазір қамауда емес секілді. Және алдағы уақытта өнерге бет бұратын шығар деп ойлаймыз. Әрине, бұл болжам. Алайда бізде Рустам Мадумаровтың ертерек сахна төрінен көрінуін шын жүректен тілеп қаламыз. Достар, егер ақпаратымыз ұнаса лайк басып, төмендегі пікір бөліміне өз ойларыңызды жаза отырыңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз біз үшін әр уақытта шабыт береді. Келесіде қай өнер жұлдыздары немесе қандай танымал тұлғалар туралы ақпарат бергенімізді қалайсыздар, оны да жаза кетіңіз. Бұл Хамид Official YouTube арнасы. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.